Сәлем, менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай әдемі печенье дайындаймыз. Бұл печеньенің өзі құрамы да ерекше. Олай болса, кеттік дайындаймыз. Жұмыртқаның үстіне кефир құйдым мен, қант салдым. Қантымыз сәл ерігенше 1 минуттай араластырып аламыз. Осының үстіне сұйық майды құямыз. Кокосовый стружка саламыз. Манная крупамызды 2 бөліп саламыз. Жартысын салып араластырдым, содан кейін шай қасық толтырмай разрыхлитель және қалған манкамызды саламыз. Бұл енді осыны ешқандай түйіршігі қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Енді осыны лопатканың көмегімен жинап, бетін жауып, мен 30 минутқа қойып қойдым. Өйткені біздің манкамыз кішкене ісіну керек. 30 минут өтті. Алдындағыдай емес, өш кішкене жабыспай тұр. Енді үлкен тамақ қасықтың көмегімен алып, осылай домалақ формаларға келтіреміз. Біріншісінде қолға жабыспауы мүмкін, бірақ үшінші, төртіншісін жасағанда жабысады. Сондықтан қолыңызды сулап барып істесеңіздер, онда жақсы істелінеді. Осы рецептпен менде 14 штук печенье шықты. Мына жерде мен қолымды сулап алып барып жасап жатырмын, сондықтан жасалуы оңайырақ. Бәрін осылай қойып болғаннан кейін, бетін кішкене бүйтіп басып шыққандарыңыз дұрыс, андай қатты биік болмасын, жақсы пісу үшін. Енді осының үстіне кокосовый стружка себеміз, сөйтіп қызып тұрған пеште 180 градуста, 15 минуттай ма, печкаңызға қарай, түрі видеодағыдай әдемі болып, осылай салатисты болғанша пісіріп аламыз. Мен өзім кокосовый стружка қосылған тәттілерді қатты жақсы көремін. Мына печенье де маған қатты ұнады, иісі де, дәмі де, түрі де, міндетті түрде жасап көріңіздер.